Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін балалық шақтың бал дәмі коржикті жасайтын боламыз. Дәл осылай жасап, балаларыңызды қуантуға кеңес беремін. Себебі бұл коржиктің дәмін татқан балалар қайта жасап беруіңізді сұрайтын болады. Сондықтан қажетті заттар тізімін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Дәл осылай қажетті заттарымызды түгелдеп жасауды бастаймыз. Ең алдымен бос ыдысымызға жылы айранымызды құйып, ас содасымен жақсылап араластыратын боламыз. Сіздерде миксер болмаған жағдайда венчикпен араластыруға болады. Және де сұйық майымызды құйып, сонан соң шекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жұмыртқаны қосып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Қамыр қопсытқышты салып, араластырып аламыз. Соңынан електен өткен ұнымызды салып, араластырып, қамыр жасап шығаратын боламыз. Дәл осылай қамырымыз пайда болды. 20 минутқа тындырып қойып, 20 минуттан соң қамырымызды екіге бөліп жая бастаймыз. Дәл осылай домалақ пішінге келтіріп, қамырымызды жайып аламыз. Арнайы қамырды кесетін құрылғылардың көмегімен коржиктарымызды формаға келтіретін боламыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, дәл осылай дайын болған коржиктарымызды қағазға орналастыратын боламыз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан пештеріңізді қайта-қайта қарап, қадағалап тұратын боламыз. Коржиктің бетін сәндеу мақсатында вилканың көмегімен дәл осылай форманы салып шығатын боламыз. Келесі қамырды да дәл осылай жайып, формаға келтіріп алдым. Дәл осылай коржиктарымыз әп-әдемі болып пісіп шығатын болады. Үйдегілерге және де балаларға шаймен ұсынғанға өте ыңғайлы. Жасап көруге кеңес беремін. Арнама жаңадан қосылған болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.